Мынау Ресейдің Еуропада бөлек жатқан 500 мың халқы бар Кёнигсберг қаласы. Мұнда таяуда Сталин ескерткішіне байланысты нағыз дау туындады. Айтып берейік. Ресейде Сталиннің есімі төңірегіндегі дау әлі де толастар емес. Бұл жолы қаланың коммунистері кеңестік көсемге арнап ескерткіш орнатайық деп байбалам салды. Оған қала мері қарсы болды. Идеяны Ресей коммунистік партиясының жергілікті бөлімшесі ұсынған. Олардың айтуынша Сталин ұлы жеңістің символы және Ресей тарихындағы маңызды тұлға. Ал қала басшысы бұған қарсы шықты. Себебі біріншіден Сталин миллиондаған адамның өліміне себепкер болған. Оның тұсында жаппай қуғын сүргін, гулаг лагерлері, ашаршылық пен репрессиялар болды. Екінші себеп қала тарихына байланысты. Бұл қала бұрын Кёнигсберг деп аталған және Германияға тиесілі еді. Алайда 1945 жылы Калининград аталып кетті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кеңес әскері қаланы басып алып, тұрғындарын күштеп қоныс аударды. Бұл Сталиннің шешімімен жүзеге асты. Яғни егер Калининградта оның ескерткіші тұрса, бұл тарихи әділетсіздікті еске салатын белгіге айналар еді. Үшінші себеп қоғамда араздық туындайды деген үрей. Ресейде Сталинге қатысты пікір екіге бөлінеді. Бірі оны мықты лидер деп санаса, екіншілері оны қатыгез диктатор деп есептейді. Біле жүріңіз, бұл Ресейде Сталинге қойылған алғашқы шектеу емес. Бұған дейін де кейбір қалаларда Сталиннің бюстерін орнату бастамалары қоғамдық қарсылыққа ұшырап тоқтатылған еді. Бірақ соған қарамастан кейбір өңірлерде оның ескерткіштері әлі де орнатылып жатыр. Осылайша Кремль Сталинді ақтап алатын риториканы жүргізіп жатқанымен, халық арасында әлі де дау бар. Осындай қызықты саяси оқиғаларды біле жүргіңіз келсе, Ақылтай лайф деп аталатын телеграм арнаға жазылып алыңыз. Сілтеме профильде.